Сәлем балалар. Activity book 27 бет. Lesson 1. Бірінші сабақ. Exercise 1. Complete. Then find a number. Толықтыр. Одан кейін тауып нөмірле дейді. Яғни бұл жерде отбасы мүшелері көрсетілген, солардың атын жазып кетеміз. Бірінші астында сөздерге жетіспеген әріптерді жазамыз. Одан кейін астында осындай суреттің, яғни сызықтармен берілген, солардың жанына қайсы сурет екен нөмірін жазып кетеміз. Бірінші grandpa бізде берілген, ата әже қалай болады? Grandma. Үшінші әке dad, 4 mom ана, 5 brother іні немесе аға, sister сіңлі немесе қарындас немесе әпке. Енді суреттермен сәйкестендіріп нөмірін жазып кетеміз. Бізде F1 бірінші берілген атасы, әжесі бізде A суреті екен, 2 нөмірін қоямыз. Әке бізде 3 B суреті, ана бізде D суреті 4 болады, аға немесе іні бізде 5 E суреті болады, және сіңлі әпке немесе қарындас 6 сурет екен, C сурет екен. Осылай етіп сәйкестендіріп шығастыр. Келесі екінші атау read and choose, оқы және таңда дейді. Яғни дұрыс жауапты таңдаймыз. Mom, where is my book? Ана менің кітабым қайда? This is my brother, бұл менің інім. His name is Санжар, оның аты Санжар, өйткені Санжар деген бұл бала. His балаға қолданады, her қызға қолданады. Hello, I'm Kim. Сәлем, мен Киммін. What's your name? Сенің атың кім? Деп сұрақ қояды. This is my sister. Бұл менің сіңлім. Her name is Susan. Susan деп оқып ғой менде. Susan, яғни Susan деген қыз, сондықтан her. This is my dad. Бұл менің әкем. His name is Дамир. Оның аты Дамир. Is this your mom? Бұл сенің анаң ба? What's her name? Оның аты кім? Осымен 27 беттің тапсырмаларын орындадық. Сау болыңыздар.